Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қыс мезгіліне арнап әртүрлі жеміс-жидектерден компот жасайтын боламын. Мен бұл жерде өрік, шие, малина, тағы да апельсин мен лимон қосатын боламын. Барлығын жақсылап жуып тазалап болған соң лимон мен апельсинді осындай бөліктерге бөлдім. Банкамызбен қақпағын міндетті түрде парлап аламыз. Одан соң жеміс-жидектерімізді осылай рет-ретімен салып шығамыз. Егерде жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта банка жабудың түрлі рецептерімен бөлісетін боламын. Осылай бәрін салып болған соң қайнап тұрған суымызды банкаларымызға құйып шығамыз. Енді қақпақтарын жауып 15-20 минутқа осылай қойыңыздар. Бөлек ыдысымызға осылай суын құйып аламыз. Одан соң баяу отта қайнататын боламыз. Мен бұл жерде 2 литрлік банкаға 100 грамм қант салдым. Егерде банкаларыңыз 3 литрлік болса, 150 грамм қант саласыздар. Енді қайнаған суымызды осылай үстіне құямыз. Енді банкаларымызды осылай қақпағын жауып шығамыз. Одан соң банкамызды осылай қойып, қант ерігенше осылай айналдырамыз. Егерде осы рецепт ұнаса, осылай жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осы менің каналымда басқа да банка жабудың түрлі рецепттері бар. Сілтемесін төменге қалдырамын, өтіп көріп алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, келесі видеода көріскенше.